Саламатсыздар, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен математика сабағын бастаймыз. Сабақты бастамас бұрын балалар әуелі каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Өйткені сіз каналға тіркелген кезде келесі видеоларды сізге автоматты түрде алдыңыздан шығатын болады. Олай болса, біз бүгін 4-ші сыныптың 115-ші сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы бүтіннің бөлігін табуға берілген есептер. Оқулықтың 116 және 117 беттері. Бірінші тапсырмаға қараймыз, балалар. Бөлшектерді өсу ретімен орындаймыз. Яғни кіші саннан үлкен санға дейін орындаймыз. Сонда біз ауаны қорғау үшін балалар көгалдандыру жұмыстарын жасау керек екенін түсінеміз. Келесі екінші тапсырмаға қараймыз, балалар. Оқулықта сая жолға 126 ағаш отырғызылған. Олардың алттан бір бөлігі қайың. Сая жолда барлығы қанша қайың бар? Алттан бір бөлігі деп отқанымыз, балалар, 6-ға бөліп 1-ге көбейтеміз. Яғни бөліміне бөліп алымына көбейтеміз. Сонда жауабы 21 қайың бар. Келесі әсі 126 ағаш отырғызылған бұнда да. Енді соның алттан 3 бөлігі үйеңкі. Бізде үйеңкіні сұрап тұр. Үйеңкіні табу үшін жаңағы 126-ны 6-ға бөлеміз, яғни бөліміне, содан соң 3-ге көбейтеміз. Жаңа біз асында 1 бөлігін тапсақ, мына әсінде 3 бөлігін тапқан боламыз. Бұл есепті біз, балалар, толық түсіну үшін кітапта берілген есіңде сақтаға қарайық. Санның бөлшекпен өрнектелген қандай да бір бөлігін табу үшін осы санды бөлшектің бөліміне бөліп алымына көбейту керек. Мысалы, 126-ның алттан 3 бөлігін табатын болсақ, әуелі біз 126-ның алттан 1 бөлігін табамыз. Ол үшін 126-ны 6-ға бөліп 1-ге көбейтеміз. 21 шығады. Бұл 1 бөлігі. Ал 3 бөлігін табу үшін 21-ді 3-ке көбейтеміз. Сонда 63 шығады. Келесі 3-ші тапсырма, балалар. Мәтін есеп. Оқулыққа қарайық. Сенбілікке барлығы 369 оқушы шықты. Соның 9-дан 2 бөлігі 4-ші сынып оқушылары. Бізде 4-ші сынып оқушыларының санын сұрап тұр. 9-дан 2 деп отқанымыз 9-ға бөлгендегі 2 бөлігі. Яғни 9-ға бөлеміз, бөліміне алымына көбейтеміз. 369-ды 9-ға бөлсек 41, 41-ді 2-ге көбейтсек 82. Сонда сенбілікке 4-ші сыныптан 82 оқушы қатысты. Енді осы есептің әсін шығарамыз. Қараңыздар. Вело жарысқа қатысушылар 15.000 км жол жүруі керек. Олар жолдың 5-тен 3% жүрді. 5-тен 3 бөлігін жүрді. Енді қанша жол жүруі керек? Ол үшін біз әуелі 5-тен 3-ін табалайық. 15.000 км-ді 5-ке бөліп 3-ке көбейтеміз. Сонда олар тек 9.000 км жүрген. Ал бізге есепте барлығы 15.000 км дейді. Енді біз қанша километр жүру керектігін білу үшін біз барлығынан жаңағы жүріп өткен жолды азайтамыз. Демек, әлі вело жарысқа қатысушылар 6000 км жол жүреді. Келесі 4-ші тапсырма. Пайызды бөлшек түрінде жаз, есепте дейді сізге. Балалар, өткені біз пайыз тақырыбымен танысқан болатынбыз. Мысалы, бір нәрсенің 5%-ын, 10%-ын, 15%-ын табу үшін біз 100-ге бөліп сол санға көбейтетін едік. Мысалы, қараңыздар, біріншісінде былай дейді. 4800 теңгенің 2%-ын сұрап тұр бізден. Ол үшін 4800-ді 100-ге бөлеміз, сосын барып 2-ге көбейтеміз. Сонда 4800 теңгенің 2%-ы ол 96 теңге. Екіншісін қараңыз, 1 километрдің 15%-ын сұрап тұр. 1 километр деп отқанымыз 1000 метр. 1000 метрді әуелі біз 100-ге бөлеміз. 10 шығады. Енді 15%, ол 1% тек қана. Ал бізге 15%-ын тап дейді. 10-ды 15-ге көбейткенде сонда 150 метр. Басқа есепте дәл солай, балалар, 100-ге бөліп келесі санға көбейтеміз, пайызын шығару үшін. Енді 5-ші тапсырма, балалар. Жол бойына отырғызу үшін 540 түп терек және бірнеше түп қарағаш отырғызылды. Қарағаш теректің алттан 2 бөлігі. Жол бойына отырғызу үшін барлығы қанша көшет отырғызылды? Бізде, балалар, терек белгілі 540 түп, қарағаш белгісіз, бірақ теректің алттан 2 бөлігі, яғни 6-ға бөліп 2-ге көбейтеміз. Сонда қарағаш 180, терек 540. Енді бізде барлығын табу үшін, балалар, 540-қа 180-ді қосамыз, сонда барлығы 720 түп ағаш.
Келесі 6-шы тапсырма балалар бізге берген теңдеу, кәдімгі қарапайым теңдеу. Соны бірақ тек бөлшек түрінде ғана берген. Мысалы біз бұрын есепте шарттық қой балалар. Салыстыру кезінде болсын бөлшектер немесе қосу азайту кезінде егер бөлімдері бірдей болса, бұл өзгеріссіз қалады. Тек алымдарын ғана азайтамыз немесе қосамыз деген сияқты, немесе алымдарын салыстырамыз деген сияқты. Мысалы қараңыздар, x азайту 12-де 5 тең болады 12-де 2 дейді. Бұл жерде балалар x тең деп астына жаңа азайтуды қосуға айналдырамыз. Мысалы 12-де 5 қосу 12-де 2. 12 бөлімі өзгеріссіз қалады, алымында өзгеріс болады. Мысалға 5-ке 2-ні қосамыз 7 шығады. Келесі есебіміз балалар амалдарға берілген есептер. Бізге яғни бұл есепте 4 амалда берілген. Мысалы біріншісін қараңыздар. Көбейту де бар, жақшада бар, бөлу де бар. Төртеу де бар да. Біз ең әуелі көбейту, бөлу тұра берсін, бірақ біз ең бірінші жақшаны орындаймыз. Жақшада қосуды, содан соң азайтуды орындап аламыз. Сонда бұл жерде 59 шықты балалар. Содан соң 59-ды жақшаның сыртындағы 156-ға көбейтеміз. 9204 шығады. 9204-ті жақшаның сыртында тұрған 26-ға бөлеміз. Сонда біріншісінің жауабы 354 шығады. Ал екіншісінің шығару үшін балалар, бұнда да ең бірінші біз жақшаны орындай аламыз. Жақшада бөлу және азайту екі амал берген, біз бөлуді орындаймыз әуелі. Содан соң азайту орындаймыз. Сол кезде 7355 шығады. 7355-ті жақшаның сыртында 208-ге көбейтеміз. Содан кейін келесі амал балалар көбейту амалын істейміз. Яғни 907 мен 39 көбейтеміз. 39-ды өтеміз. Сол кезде 35373 шығады. Ең соңында барып біз азайту амалын орындаймыз. Келесі үшіншісіне дәл солай. Тәулікті сағатқа, сағатты минутқа айналдырамыз деген сияқты. Төртіншісіне мысалғы біз тоннаны килограммға айналдырдық. Сол сияқты центнерді килограммға айналдырдық. Яғни барлығы бірдей болуы үшін. Келесі 8-ші есеп балалар 118-ші бетте. Сен зерттеушісің дейді, тапсырманы орында. Саябақта шырша, жөке, қайың ағаштары өсіп тұр. Қарағай мен жөке бірге алғанда 400, қарағай мен шырша 300, шырша мен жөке 440. Саябақта әр қайсысынан қанша ағаш бар? Ол үшін балалар біз қысқартып жазалайық. Қарағайды Қ деп, шыршаны Ш деп, жөкені Ж деп. Біріншісіне балалар қарағай қосу жөке деп отқанбыз. Қ қосу Ж тең 400 деп, Қ қосу Ш тең 300 деп, яғни есептің берілгенін жазып аламыз. Бұл жерде балалар ең астында бізде тұрған 2Қ, 2Ш, 2Ж деп отқанбыз. Қарағай 2 рет кездеседі, шыршада дәл солай, жөкеде дәл солай, сондықтан біз 2 деп жазып алдық. Енді балалар есепті шығару үшін, әр қайсысы қанша екен табу үшін балалар біз олардың сандарын қосамыз. Яғни 400-ге 300, сосын оған 440-ты қосамыз. 1140 шығады. Қарағай, шырша, жөке үшеуін қосқанда бізде 1140 шықты. Оны 2-ге бөлдік. Яғни тең болатының мына жағына өтті. Сол үшін біз бөлу амалын қолдандық. 1140-ты 2-ге бөлгенде 570. Енді қараңыз балалар, біз 400-ге шыршаны қоссақ 570 шығады. Шыршаны табу үшін 570-тен 400-ді азайтамыз. Сонда шыршаның саны 170 болып тұр. Енді қарағай мен шырша 300 дейді. Біз жаңа шыршаны таптық қой 170 деп, 300-ден 170-ті азайтамыз. Сонда 130 бұл қарағай болып тұр. Келесі қарағай мен жөкені қосқанда 400 дейді. Жаңағы біздің қарағайымыз 130 болып шыққан болса, яғни біз 400-ден 130-ті азайтамыз. Сонда балалар жауабы жөке 270, қарағай 130, шырша 170. Келесі үй тапсырмасы 10-шы есеп, ең соңғы есеп балалар. Оның асы былай дейді. Қайта салынған жолдың ұзындығы 126 км. Жол шетінің 9-дан 2 бөлігіне ағаш отырғызылды. Тағы жол шетінің қанша километріне ағаш отырғызу керек? 9-дан 2 бөлігін табу үшін балалар 9-ға бөліп 2-ге көбейтеміз. Сонда 28 километрге ағаш отырғызылды. Енді бізден сұрап тұр, әлі қанша жерге ағаш отырғызу керек дейді. Ол үшін біз барлығынан азайтамыз. Демек 126-тан 28-ді азайтамыз. Сонда әлі 98 километр жолға ағаш отырғызу керек жауабы. Келесі әсі. Егістіктің ұзындығы 15 км. Ал ені ұзындығының 5-тен 3 бөлігіне тең.
егістіктің ені қаншаға тең дейді. Ұзындығы белгілі, бізге 15. Енін табу үшін балар 5-ке бөліп 3-ке көбейтеміз. Сонда бұл жерде ені 9 километр. Енді бізден балар ауданы мен периметрін сұрап тұр. Ауданы 135 километр квадрат, ал периметрін табу үшін балар 15 мен 9-ды қосып 2-ге көбейтеміз. Балар, біздің бүгінгі тақырыбымыз сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Каналға жазылып қойды ұмытпаңыздар, және достарыңызға жіберуді де ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар балалар.